Аса мейірімді, ерекше рахымды Аллахтың атымен бастаймын. Кіріспе. Әлемдердің Раббысы Алла тағалаға сансыз мадақ. Бізге жер бетінде түсірген барлық шариғатын қамтитын ардақты пайғамбарымыз Мұхаммад ибн Абдуллахтың әкелген шариғатын және бұл ұлы халиф дінді нәсіп еткен жаратушымыз Алла тағалаға көптеген шүкіршіліктер айтамыз. Әрі біздің әрқашан үлгі тұтар көсеміміз адамдарға өзінің сөзімен, ісімен және хал жағдайымен ізгілікті, жақсылықты үйретуші сүйікті пайғамбарымызға Алла тағаланың игілігі, сәлемі және берекесі болсын. Расында үйлену Алла тағаланың мұғжизалары мен нығметтеріне жатады. Раббымыз Аллах өзінің кітабы Құран кәрімде бұл туралы: сендерге оған тұрақтауларың үшін өз жыныстарыңнан жұбайлар жаратып, араларыңа сүйіспеншілік, мейірімділік пайда еткендігі де оның белгілерінен. Сөз жоқ, осыларда ойлаған елге берекелер бар дейді. Рум сүресі 21 аятта. Сондай-ақ үйлену адамзаттың көбейіп, қиямет күніне дейін жалғасуына ықпал ететін бірден-бір дұрыс жол. Себебі ер мен әйелдің осылай отау тігіп, бала сүюімен, жанұялардың қыз алысып, қыз берісіп, құдаласуымен, ел мен елдің араласып, өзара жақындасуымен іске асатын адамзаттың көбеюінде үйленудің маңызы өте зор. Бұл жайында Құран кәрімде: ей адам баласы, шүбәсіз сендерді бір ер, бір әйелден, адам ата мен Хауа анадан жараттық, және бір-біріңмен танысуларың, дос, тату болуларың үшін сендерді әртүрлі ұлттар мен ру тайпалар етіп қойдық. Әлбетте сендердің Алла алдында ең құрметтілерің тақуаларың. Шексіз Алла толық білуші, әр нәрседен хабардар. Худжурат сүресі 13 аят. Ол Алла тамшы ұрықтан адам жаратып, оны ұрпақ және құдай етті. Расында Раббың құдіретті деп баяндайды. Фурқан сүресі 54 аятта. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мұсылмандар жұбайлық өмірдің шынайы жемісін көрсін деген ниетпен отау тігумен ерлі зайыптылар арасындағы қарым-қатынасқа байланысты шариғат үкімдерін кеңінен баяндады. Ол саллаллаху алейхи уассалам өзі де үйленіп, үмбетіне үлгі болар өнеге көрсетті. Алайда қазіргі таңда көптеген адам дін мен оның үкімдерін білмегендіктен пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам мінез құлқын үлгі тұтпай, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын жолынан аулақтап, мұсылмандыққа жат, батыстың ерсі әдет-ғұрыптарына еліктеуде. Осының салдарынан өздерінің өмірлік серіктеріне дөрекі қарым-қатынас жасауды әдетке айналдырды. Нәтижесінде жаңадан түтін түтеткен жас жанұя мүшелерінің арасында ұрыс-керіс пен келіспеушіліктер көбейді. Сөйтіп, қоғамымызда көптеген отбасы Алла тағаланың өздеріне берген өзара сүйіспеншілік, мейірімділік қасиеттерін, нығметтерін жоғалтты. Дегенмен ортамызда шынайы мұсылмандық жұбайлық өмірдің қырын мен сырын білуге ұмтылатын жастар да аз емес, және олардың саны күннен күнге артып келеді. Осыған байланысты отау тіккісі келетіндер мен ерлі зайыптыларға арналған мұсылмандық жұбайлық өмір жайлы әдебиеттің қажеттілігін түсініп, бауырларымыздың ұсыныс тілектерін қабыл алып, осы мағынада сыр шертетін кітап жазуды ниет еттім. Еңбегімді жұбайлар шаттығы деп атадым. Кітап құда түсу, неке қию, үйлену, той жасау, ұрпақ сүю, көп әйел алу, ерлі зайыптылардың құқықтары мен тұрмыс тыныштығын бұзатын іс-әрекеттер секілді отбасылық өмірде кездесетін маңызды мәселелерге көңіл аударылады. Сондай-ақ мұнда ғұламалардың әртүрлі пікірталасы мен
көзқарастарына да терең бойлай, қысқа да нұсқа қорытындылар жасауға тырыстым. Жалпы бұл еңбек мұсылмандардың тұрмысын көркейтіп, тату тәтті өмір сүрулеріне септігін тигізетін, әрі оларды ізгілікке, адамгершілікке бастайтын оқулық ретінде жазылды. Сонымен қатар оқырмандарға барынша ұғынықты болу үшін кітаптың әрбір бөлімін сұрақ-жауап түрінде құрастыру қарастырылды. Алла тағаладан бұл еңбегімнің барлығымызға пайдалы болуын және сауапты істердің қатарына жатқызуын сұраймыз. Мұхаммед Ахмад Қанған.